Ассаламағалейкум, армағазақ әлі, аты жөнім Арулан Нұрданғазыұлы. Бір күні сен тыныш жатқан еліңде бір әділетсіздікті көрдің дедік. Онсыз да көріп жүрміз ғой, мысал ретінде айтып отырмын. Зейнетақың төмен, баға шарықтап жатыр, сотың жемқор, полиция қарапайым халықты ұрып сабайды, адам айтқысыз налымайтын нәрселерді жасайды ұсталған тұтқындарға. Осының барлығын біліп, айғайлап айтқың келеді далаға шығып. Мен бұның бәрімен келіспеймін деген келеді. Бірақ тоқтап қаласың сол жерден. Себебі Қазақстанда митинг қылмысқа тең. Неге? Бұл туралы ата заң не дейді? Қазақстан Конституциясының 32-ші бабында азаматтар бейбіт әрі қарулы емес жиналыстар мен митингілер өткізуге құқылы делінген. Бірақ бұл баптың соңында бір құйтырқылық жатыр. Заңмен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады дейді. Сол тәртіп 2020 жылы жаңа митинг заң арқылы енгізілген. Яғни бейбіт митингке шығу үшін рұқсат емес, хабарлама беру керек болады. Бірақ бұл да шын мәнінде рұқсат сұрау болып шықты. Ал енді осы шындық пен заң қайшылығын айтайын. Заң жүзінде хабарлама бересің, бірақ әкімдік рұқсат бермейді. Неге? Мың түрлі сылтауын айтады. Ол күні басқа шара бар ол жерде. Бұл орын митингке арналмаған, ұйымдастырушылар дұрыс емес, халық арандатушысы деген сияқты түрлі бәлелерін жауады ғой, 40 сылтауын айтып. Бір қызығы, митингке шыққандардың бәрі арандатушы деген не деп еді Құдай? Стереотип қалыптасқан. Сот пен полиция да соларды тұтқындайды, айыппұл салады, қамайды. 2022 жылы қаңтар оқиғасынан кейін елде митингке шыққандардың бәрі автомат түрде террорист, бүлікшіл, опасыз деп таңбаланды. Бұл биліктің халықтан қорыққанының дәлелі. Ал билік неге митингтен қорқады? Себебі халықтың саяси оянуының көрінісі. Митинг әділ сайлау сияқты, ол да демократияның бір нышаны. Егер халық еркін митингке шығып, талабын ашық айта алса, жемқор әкімдер қорқады. Соттар әділ шешім шығаруға мәжбүр болады. Президенттер, сосын министрлер ел алдында есеп беруге міндеттеледі. Міне, сондықтан билік митингті қауіп көреді. Ал қорқатын билік әлсіз билік. Олар халықты қалай қорқытады? Яғни бізді. Полиция митингке шыққандарды бірнеше тәсілмен қорқытады. Көшеден алдын ала ұстап әкету, ұялы телефон арқылы бақылау, сен экстремист ұйымына қатыстың деп жала жабу, туыстарына қысым көрсету. Жыл сайын жүздеген белсенді митингке шықты деген себеппен қудаланып, қоғамдық тәртіпті бұзды деп айыпталды. Бірақ шын мәнінде олар өз құқығын пайдаланды. Демек, Қазақстанда заң халықты емес, билікті қорғайды. Қорыта келе, митинг қылмыс емес. Ол жоғалған үміттің соңғы үні десек те болады. Қазақстанда шынайы өзгеріс болу үшін халық қорықпау керек. Құқықтық, саяси сауат артқаны жөн. Митингке шыққандарды қолдау қажет. Тарихта барлық әділетті қозғалыстар митингпен көтеріліспен басталған. Митинг жаңағы көтеріліс халықтың наразылығынан. Митинг емес жемқорлық қылмыс екенін айта кетейін сіздерге. Митинг емес зорлық қылмыс. Еркін ел болғымыз келсе, даусымыз естілуі керек. Әр адам қорықпай билікке өзінің ескіше айтқанда датын айту керек. Егер сен де Қазақстанда әділдік болсын десең, мына қазіргі менің түсіріп отқан видеоммен бөліс, өз пікіріңді қалдыр. Біздің үнді ешкім өшіре алмайды, бауырлар. Сөз соңын Құдіренің мына сөзімен аяқтағым келеді. Құдіре, өкіметтің жылағанын көрсем рақаттанам, бейшаралар. Жылай! Сау сәлеметте болыңыздар. Көріскенше күн жақсы. Видеоны бөлісіңіздер, парақшама жазылыңыздар. Сау болыңыздар.